Қайырлы күн. Сіздердің назарларыңызға ағылшын тіл сабағы мектепке дейінгі дайындалу сыныптарына арналған. Сабақтың тақырыбы fruits. Hello, my dear student. Take a seat and be ready. Are you ready? Сабаққа дайындалу. Дайынсың ба? Бүгін сабақта сен не білесің? Ағылшын тіліндегі жеміс атауларын білесің. Ағылшын тіліндегі жеміс, ағылшын тілінде жеміс және жемістер сөздері бізде fruit болады. Fruit. Қайталаймын неге? Fruit. 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 Fruit дегеніміз ол жеміс немесе жемістер. Бірінші жемісіміз ол бізде алма. Алма ағылшын тілінде осылай болады. Apple. Apple. Қайталаймын кейін. Apple. Apple. Бұл не бізде? Apple. What is it? Бұл не деген сөз? What is it? It's an apple. It's an apple. Бұл алма деген сөз, иә? It's an apple. Келесі жемісіміз ол бізде банан. Банан ағылшын тілінде осылай болады. Banana. Banana. Қайталаймын. Banana. Бұл бізде banana. Banana. Almond. Almond ағылшынша осылай болады. Pear. Pear. Қайталаймын. Pear. 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 Жарайсың. Келесі жемісіміз апельсин. Апельсин ағылшын тілінде болады осылай. Orange. 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 Қайталаймын. Orange. 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 Kiwi. Kiwi ағылшын тілінде солай бола береді. Kiwi. Kiwi. Қайталаймын. Kiwi. 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 Жарайсың. Ал енді біз бірдеңені сұрағанда қалай айтуымыз керек ағылшынша? Қазақша мысалы алманы алуға бола ма деген сөзіміз ағылшынша осылай болады. Can I have an apple, please? Can I have an apple, please? Can I have? Қайталаймын. Can I have? Can I have? Can I have? Тағы. Can I have? Міне, мынау үш нүктенің орнына біз сөзді қоямыз. Мысалы, алманы қоямыз. Алма бізде apple, иә? Енді қояйық, тырысамыз. Can I have an apple, please? Иә, please дегеніміз ол бізде өтініш ретінде сұраймыз, иә? Тағы да қайталайық. Can I have an apple, please? Can I have an apple, please? Can I have an apple, please? Бұл дегеніміз алманы алуға бола ма, иә? Алманы берші маған, алманы алуға бола ма? Оған жауабымыз осылай. Міне. Ал деген сөз. Міне. Ал. Here you are. Here you are. Ол дегеніміз міне ал. Міне ала ғой. Қайталаймын. Here you are. Here you are. Тағы да. Here you are. Тағы да. Here you are. Ал енді қайталайық басқа сөзге. Алмұрт сөзін аламыз. Can I have a pear, please? Can I have a pear, please? Қайталайық. Can I have a pear, please? Тағы да. Can I have a pear, please? Can I have a pear, please? Алмұрт алуға бола ма деген сөзіміз, иә?
Can I have a beer, please? Here you are. Міне ала ғой. Here you are. Ала ғой. Here you are. Тағы да қайталап, иә? Бізде алманы алуға боламы деген сөзіміз қалай болады? Can I have an apple, please? Can I have an apple, please? Here you are. Міне ала ғой. Here you are. Және алмық туралы. Can I have a beer, please? Can I have a beer, please? Here you are. Ала ғой. Here you are. Ал енді жеміс деп тақырыбына саған бейнені қарауға ұсынамын. Қара, тыңда, қайтала. Fruit. Фрукты. Apple. Яблоко. Banana. Банан. Strawberry. Клубника. Orange. Апельсин. Grapes. Виноград. Watermelon. Арбуз. Melon. Дыня. Pineapple. Ананас. Kiwi. Fruit. Kiwi. Pear. Груша. Ал енді кішкентай тест орындайық. Мен көрсетем жемісті. Сен ағылшынша айтасың. Бұл не бізде? Ойлан, есіңе түсір. Ағылшынша қалай болады? Apple. Дұрыс. Apple. Келесі. Banana. Келесі. Orange. Бұл не бізде? Kiwi. Kiwi. Келесі. Алмық қалай болады екен? Pear. Pear. Есіңде болсын, жарайсың болсын. Тағы да сөздерді қайталап, иә? Orange. Kiwi. Banana. Pear. Apple. Fruit. Fruit. Жеміс, жемістерді. Ал енді үй жұмысы жеміс тақырыбына сый жемістерді ағылшын тілінде атап бояу, яғни осындай жемістерді бояу керек. Бұларды ағылшын тілінде есіңе түсіріп айта ғой. Жаз досым, саған сабақ ұнады деп үміттенемін. Жедел кездесулерге дейін. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Goodbye.